Сәлеметсіз бе? Абайдың «Өлсем орным қара жер сіз болмай ма» өлеңін дұрыс маған айтып бере аласыз ба? Саламатсыз, айтып берейін. Өлсем орным қара жер сіз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма деп ақын Абай атамыз жырлағандай, бүгінгі жастарды Абайдың өлеңін оқуға шақырамын. Сәлеметсіз бе? Абайдың бір өлеңін айтып бере аласыз ба? Абай Құнанбайұлының болашақ жастарға жазған жақсы бір өлеңі бар. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Сәлеметсіз бе? Абайдың бір өлеңін айтып бере аласыз ба? Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Абай Құнанбайұлының бір өлеңін айтып бере аласыз ба? Жақсы айтып берейін. Абай Құнанбайұлы. Күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Абай Құнанбаевтың күз өлеңін айтып бере аласыз ба? Әрине. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шолай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қорай.